Сәлеметсіздер ме? Біздің кулинарлы каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай оңай әрі тез әрі сливкисіз дайындалатын трайфлдың рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен бізге керек заттар осы жерде көрсетілген. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарып, үстіне қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Осылай аппақ болып көпіршіген кезде үстіне сұйық майымызды құйып араластырамыз. Енді оның үстіне құрғақ ингредиенттерімізді араластырып саламыз. Оны да араластырамыз. Және де ең соңына сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Осындай масса шығады. Енді оны ыдысқа салып, 170 градуста 13-15 минутта пісіріп аламыз. Біздің коржымыз осындай болып пісіп шығады. Енді оны суытамыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ пен қойытылған сүт керек болады. Ол екеуін жақсылап миксерлейміз. Осындай масса шыққанға дейін миксерлеу керек. Коржымыз суығаннан кейін оны бірнеше бөлікке бөліп, ұсақтап ыдысымызға саламыз. Енді бетіне ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад пен сүт қажет болады. Ол екеуін микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Осымен біздің ганашымыз дайын. Енді трайфлымызды жинаймыз. Оның үстіне кремімізді салып, тегістеп, үстіне ганашымызды құямыз. Осымен біздің трайфлымыз дайын. Енді оны тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ас болсын. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.